окуучулар инновациялык чыгармачылык орталыгына келдик. Осындай жерде орналаскан тау. Кыскача атайтын болсак, Әлем Innovation бул Алматы каласы Наурузбай ауданында орналаскан орталык. Халыкка кызмет көрсөтүү орталыгы менен әкимдиктин касында орналаскан. Так, Әлем Innovationга келдик. Міне. Нұрис abi дайын болып кетті видео мен қалайсың? Бүгін маған экскурсия жасайды. Қош көрдің Ажалтай. Қош көрдік. Осылай сөйлессең бе? Мен бұндай нені көрдім осылай істеп жатқандарды. Әлем Innovation'ның іші маған бірден ұнады. Осылай көзге тартымды, түрлі түсті жасалған, оқушыларға ұнайды деген сенімдемін. Мына жақта Нұриса, кім болып жұмыс істейсің? Мен бұл жерде екі лабораторияның бағыттың координаторын. Біреуі виртуальная реальность деген лаборатория. Ол жерде гейм дизайн, гейм девелопмент, виртуальная реальность барлығы бар, қазір көрсетемін. Одан кейін стартап инкубатор. Мектептегілерге арналған, мектеп оқушыларына арналған, именно нелерге, жоғарғы класс оқушыларына арналған стартап инкубатор. Анау біздің жаңағыдай семинарлар өткізуге болатын, сондай метаптар өткізуге болатын, үлкен экран, презентация. Әр адам не қылуға болады, ноутбугымен қосылып отыруға болады, интернет бар. Артта Қаныш Сәтбаев дейсің ғой? Иә, Қаныш Сәтбаев. Енді ол бекерден бекермін, өзің білесің. Бұл Қазақстан ең мықты, ең осы технарлардың басын осы кісі бастаған. Өзіңізді университет бекерден бекер Қаныш Сәтбаев атындағы деп берілген жоқ, политех. Ғимарат 3 қабатты. Қазір біз 3-ші қабатқа көтерілдік. Бұл жерде енді физиканы жаңағыдай прикладной көрсетті, инструменттер барлығы бар. Тек қана теорияда есеп шығармайсың, кәдімгідей эксперименттер көп жасаса алатын жер. Инстаграмда зертте деп іздесе, ағылшынша немен, то есть латын әріптерімен шығады. Осы жерден мұғалімнің несі Инстаграм аккаунты. Космос, вообще соңғы ұшатын аппараттар бар ғой, қандай ракета болсын, спутник, одан кейін беспилотниктер, солар жасайтын жер. Бұл жерде де мықты специалисттер, бір компания осы Space'ке қатысты, космосқа қатысты бір компанияның адамдары үшін жұмыс жасайды. Бұл жерде кім болса да келіп демалып отыра алады. Енді террасаға келдік. Терраса деген. Ана жерде спортпен айналысың бар, турник бар, брусья бар. Күшті. Оқушыларға арналған. Кез келген болады, осы жұмыс жасайтын адамдар, оқушылар. Көбі негізі оқушыларға арналып жасалған ғой? Иә, оқушыларға оқытылады. Жаңағыдай технология, шығармашылық, спорт жағынан даму үшін да. Мысалға, мектептердің мойнына барлығын іле беруге болмайды. Ата-ананың сонда мысалға оқушының дамуына мысалға мектеп ата-ана әсер ететін болса, енді осындай орталықтарда қатты әсер етеді. Оқушы комплексына дамиды мына жерде. Өзін лидер ретінде дамыталады, өзін жаңағыдай актер ретінде дамытады, технологияның түр-түрі бар, спорттың нелері. Осы жақында ғана каратэден балалар уже республиканский ма бір жарыста алтын алды. Күшті. Уже результаттар көрсетіп жатыр. Өзің білесің, ауасын сезіп тұрған шығарсың, таза ауа кәдімгідей да, андай не қаланың ортасындағыдай түтіннің иісі шығып тұрған жоқ. Шындық зертханасы екен ғой? Иә, виртуалды шындық, виртуальный күшталдарға не? Күшталдарға. Нұрисаның кабинеті. Осы жерде VR-дан сабақ береді. Мықты. Жерде аттарың қызық болып тұр бізге. Oculus екінші версиясы. Oculus? Иә, осындайда 23 штук. Қазір тестер шығармыз, е? Көреміз. Одан кейін мынау Cat VR деп аталады. Жаңағы полное погружение, кроссовкалар бар, сонымен киіп мәнісінде жүгіре аласың. Кроссовкалардың астында нелер бар, роликтар, датчиктар, сен жүгіргеннің бәрін санайды. Жаңағы
мысалға жаңағы CSGO сияқты любой ойынды полный погружение ойнауға болады. Мықты. мына жақта тестировать дейміз, адам немен VR-мен ішіне кірсең телевизорда қалғандар көре алады ғой, қайда не істеп жатқанын. Мынау костюм, оның датчиктарымен шектеп кететін. Саған мысалы тисе бірдеңе болса вибрация беріп бүйтіп сезесің да? Мықты. Типа сервердің жаңағы осыған қосылған кезде обработка жасалады. Отдельный компьютер. Жаңағы Oculus'тың несі ма? Oculus бәрін осыған қосылған ішінде компьютер бар. Бәрінде интернеттің скорості өте жақсы. Бұл жерде маған өзіме 500 мегабит секунд қазір келді. Ух ты. Компьютерлар характеристикалары в принципе, было Core i5 10-го поколения. И әр оқушыға, мысалға кейде керек болса, 2 монитордан қосып бере аламыз да, чтобы ыңғайлы болу үшін. Креслолар да өте ыңғайлы. Үлкен проектор, чтобы түсіндіруге болатындай мына жерде отырып. Мына жерде Oculus'та ана жерде екеуі тестировать етіп жатқан, мына жаңаларды жіберіп басталатын 23. Так. Бәрін сонда оқушылар пайдаланады. Оқушылар пайдаланады. Осы жерде тестировать етіп жатқан. Күшті. Одан кейін мынау планшет, iPad, жаңағыдай 3D полный сканировать етіп алуға болады объекттерді, чтобы модельдерін сразу алу үшін. Так. Енді мына жақта ол зертхана қойма сияқты жер. Артық заттар сақталатын. Мысалы мұғалім өзі не болатын, принтер сияқты ана жақта қазір керек емес заттарды шығарып коробкалары жақтарын. Саған да жағдай жақсы жасалған дейсің ғой? Иә, пофиг жетіспей жатыр. Көретін шығар. Жетіспей жатқан нәрсені айтып қой деп. Негіз болады деген я. Мен саған не көрсетпедім ғой, коворкингті көрсетпедім ғой, ол жаққа. Қазір барамыз аха. Берсін. Коворкингқа барайық. Осылай жалпы. Күшті екен. Технологиямен шығармашылықпен айналысам деген адамдарға өте жақсы мүмкіндік. Қазір жаңағыдай стартап жасау, IT бизнес жасау деген бұрын университетті бітіріп кеткен адамдар ойлаушы еді, кейін студенттер ойлана бастады, жетістікке жете бастады. Енді қазір Қазақстанның өзінде оқушылар уже стартап проекттермен жаңағыдай инвестордың алдында питч жасап жатыр да. Күшті. Сол енді осындай орталықтар олардың кішкене жұмыстарын жеңілдетеді, осылай мүмкіндік береді. Ну қара, стартап инкубаторлардың мысалға әлемде беретін плюстарының бірі ол инфраструктурада, жаңағы офис, интернет, компьютер мүмкіндік жоқ, осы жерге келіп істей алады адамдар, оқушылар. Дима. Иә, сондай екен, иә. Мысалы біздің IT компанияларда осындай жерлер бар ғой. Коворкинг деген мына жақта тіпті презентация жасап нетуге болады екен ғой. Маған мынандай біздің танымал тарихи адамдар құқығын ұнап отыр маған. Оларды көріп өседі да, жастар. Күшті. Сонда музыка кабинеті ма сондай? Иә, музыка. Күшті. Әртүрлі музыка инструменттер береді. Ол жерден программировать етуге болады, пролет етуге болады. Кука деген Қазақстаннан жасаған ба? Жоқ, бұл Германияның ойын. Әлемдегі ең мықты робототехника компаниялардың бірі негізі. Промышленный робототехникада. Tesla машиналарында осы оралып тұр ғой. Оранжевый. Не істейді сонда?
былайшының кішігірім эксперименттер жасауға арналған несі учебный түрі. Бұмен де енді бір промышленностьқа енгізуге болады, по идее. Кішігірім бір нәрселерді осылай алып қойып, жаңағыдай там крышкаларды крутетіп, рутинный жұмыстар болады ғой, соларды мысалға сен адамға айлық төлемейсің да, уже осыны роботқа қоясың. И бұл қателікті аз жібереді. Сен дұрыстап настроить етсең. Күн-түн істей береді. Күн-түн істей береді, и одан кейін куканың качествосы өте мықты, ол вообще ремонтқа аз кетеді. Орталықта тіпті мынадай су ішетін құрылғылар бар. Біреу ғана емес, төртеу бар екен. Және де шығар кезде мынадай дефектолог пен логопедтің кабинетінде көрдім. Қорытындылай айтатын болсақ, оқушылар өз уақытын осындай дамыту орталықтарында өткізу керек. Сол арқылы спорт болсын, музыка, технология болсын, жан-жақты болып өседі. Толық ақпаратты мына инстаграмға кіріп алсаңыздар болады.